Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Global Talk бағдарламасы. HR индустриясындағы жаңа технологиялар туралы Астанада өткен қорлардың басқару бойынша 11-ші халықаралық конференцияда сөз болды. Аталмыш конференцияны Самұрық-қазына ұлттық әл-ауқат қоры ұйымдастырды. Оған қазақстандық ірі компаниялардың басшылары, HR саласының мамандары мен әлемге атайгілі халықаралық сарапшылар қатысты. Міне, 11 жылдан бері бұл дәстүрлі түрде өткізілетін Қазақстан HR саласының мамандары асыға күтетін айтулы шара болып отыр. Ол қатардағы HR мамандарынан бастап, адам қорларын тиімді басқаруға қызығушылық танытатын компания топ-менеджерлеріне дейін кең аудиторияны қамтитын елеулі оқиға екені сөзсіз. Конференция жаңа идеяларды тарату, түрлі инновацияларды енгізу және білім алмасуға сүбелі үлес қосады. Айтулы шараға қатысушылар жөнінде айтар болсақ, олар әлемнің ірі HR компанияларының мамандары. Сонымен қатар Қазақстан мен алыс жақын шет мемлекеттердегі адам қорларын басқару саласының сарапшылары, ұжымдық мәдениеттің дамуы және Қазақстан ұлттық компаниялардың жаңа ғаламдық деңгейге өтуі айтулы конференцияның өзекті тақырыбына айналды. Өйткені бұл холдинг жүзеге асырып отырған стратегиялық міндеттердің бірі. Егер сіз кез келген бизнес пирамидасына назар салсаңыз, оның ең басты бөлігі ол адамдар екеніне көз жеткізесіз. Бұл бизнес құрудың негізі. Мұнда келгендердің барлығы дерек HR мекемелердің мамандары. Олар жауапты кадрлар. Көптеген компанияларда өзгерістер мен жаңа жүйеге өту қиындық туғызатыны жасырын емес. Осы орайда үдерісті басқару біздің алдымызда тұрған басты міндет. And therefore managing a process of transition from where we were to where we need to get to, is the biggest single challenge we face. I'm here to attend this important event regarding its 9th HR conference. Айтулы маңызды шараға қатысу үшін мұнда арнайы келіп отырмын. Бұл біздің басты активті дамытумен байланысты 9-ші рет өткізіліп отырған Қазақстандық HR конференция. Самұрық-қазына қорына 2014 жылдың наурызында қосылдым. Мен трансформация көшбасшысының рөліне ие болдым. Аталмыш бағдарламаларды дамытудан бастап, енгізуге дейін жолда бірнеше кедергілер кездесті. Солардың бірі Самұрық-қазына қорынан жаһандық деңгейдегі тәуелсіз қорға өту барысында қандай жұмыстар атқарамыз, не жасаймыз деген сауалдар туындады. Find an answer to the question how we can actually do this, moving from the Ministry of Samұрық-қазына towards the sovereign wealth fund of global level. I'm honored to make a... Мен осы керемет аудиторияның алдында сөз сөйлеу мәртебесіне ие болдым. Бізді сенімді серіктестеріміз SAPN Самұрық-қазына шақырды. Негізгі мақсатымыз бүгінгі конференцияда жиналған жұртшылыққа жетістіктеріміз туралы баяндап, HR-дің келешегі мен бизнес жайында ой бөлісу. Әңгіме біздің бизнестегі сандық трансформация жайында, оның HR-ге ықпалы мен HR талаптардағы өзгерістер. Сонымен қатар трансформацияда жетістікке қалай жетуге болады деген сұраққа жауап іздедік. That are changing towards HR. How to be successful in this transformation. Конференция аясында кадр активін басқару саласындағы тенденциялар мен компания трансформациясына HR-дің ықпалы, сондай-ақ HR мәдениеттің мән маңызы тақырыптары көтерілді. Аталмыш саладағы бизнес үдерістерді тиімді оңтайландыру үлгісі ретінде қызмет көрсетудің жалпы орталығын жасау бойынша Қазақтелеком компаниясының жобасы табысты деп танылды. Бұл компания ішінде қайталанылатын күрделі емес операцияларды біріктіру орталығы болмақ. This is the first shared center in HR field in Kazakhstan. Негізінен бұл Қазақстанның HR саласындағы алғашқы бірыңғай сервистік орталық. HR-дің көптеген қызметтері әкімгерлік сонымен қатар жалақыны есептеуден тұратын баршамыз жақсы білеміз. Бүгінгі күні HR саласын жетілдіру қажет екені сөзсіз. Ол бизнесті дамытуға ықпал етеді. Сондықтан біз халықаралық компаниялардың көбінде қолданылатын үздік тәжірибелерге сүйенеміз. Барлық транзакциялық қызметтерді HR-дің бірыңғай сервистік орталығына аударуды жөн деп санаймыз. Ондағы мақсат адамдардың рекрутингке қатысуына, кадрлық әлеуметті басқаруына, оқып дамуына мүмкіндік жасау. Бұл біздің қызметкерлердің жұмысының тиімділігін арттыра түсетініне сенімім мол. On talent management, on training, on development and other things that will help
to increase the business efficiency of our personnel. HR саласындағы барлық бизнес үдерістерді сәйкестендіруге ықпал етеді. Бұдан бұрын атап өткенімдей, егер өзгерістер енгізетін болсақ, біз аймақтардағы әрбір адаммен жеке-жеке сөйлеспейміз. Барлығын орталық арқылы хабардар етуге мүмкіндік туады. Talk to individuals in the regions, we can implement the changes from one point. Қазақстанның алдыңғы қатарлы компаниялары еңбек нарығының болашағы туралы өз көзқарастарымен бөлісе отырып, бизнестегі жаһандық өзгерістер кадрмен толық қамтамасыз етілген жағдайда өз шешімін табатындығын айтты. Ал аталмыш бағыттың дамуындағы басты рөл қызметкерлерді басқару саласына тиесілі. Кәсіби мамандардың пікіріне сүйенсек, адамдарға қатысты біршама қиындықтар туындап жатады. Дегенмен, бұл мәселелерді шешетінде адамдар бар екені сөзсіз. The first year we've been in transformation, the active phase of transformation within Samruk-Kazyna. Өз кадрларының маңыздылығын түсініп, бағалайтын компаниялар ғана табысқа қол жеткізіп, нарықта үздік орындарға ие бола алады. Біз 3 басты блокты анықтап, жария еттік. Адам қорлары үдерісіндегі технологиялар. Негізінен үдерістерге жіті мән беріледі, яғни жаңару, жақсару, қол жеткізу, даму үдерістері. Бүгін аталмыш конференцияға қатыса отырып, нөмірі 1 тақырып адам қор екенін жақсы түсінді. Бұл түсінік арқылы біз жаңа деңгейге көтеріліп, трансформация бағдарламасында қарқынды дами түсеміз деген ойдамыз. Өйткені енді біз таланттарды дамытуға басымдық береміз. Бізде қызмет ететін адамдар ең үздік ұлы көшбасшылар. Олар команданы тиімді басқара алады дегенге сенімді боламыз. Making sure that we have the best people, that we provide the best training, that we have the great leaders who can lead effectively the teams. I think HR, if you look at it in the widest sense, should go a lot broader than that. Менің ойымша, HR саласына кеңінен қарау керек. Ол терең ұғым. Қазақстандағы адамдардың экономикадан хабары бар екеніне көз жеткіздім. Адамдар ең басты қор. Оны қазіргі уақытта әрбір жұмыс беруші жақсы түсінеді. HR бизнестің маңызды бөлігін айналып, адамдардың бизнес стратегияға ықпалы туралы кеңес бере алуын өте ұғымды шешім деген пікірдемін. HR мамандар тек жалақы тағайындау, рекрутингке ғана жауапты болмай, стратегиялық тұрғыдан пайда тигізу жолдары, бизнес құндылықтарын дамыту туралы ойлана бастады. And then actually add that to the agenda to drive business value rather than become, oh, I'm in charge of payroll or recruitment or the more common HR services. Конференция барысында бизнес зертханаларда да жұмыстар атқарылды. Конференцияның арнайы қонақтарының қатысуымен ток-шоу және HR индустриясының алдыңғы қатарлы технологияларынан түрлі конференциялар. Оң нәтиже туралы айтар болсақ, Қазақстандағы мамандар қазақстандық бизнес үлесінің негізінде халықаралық тәжірибені енгізуді қалайды, қарқынды дамуды көздейді. Осы орайда біздің ұйымның атқарып жатқан басты қызметі бұл адамдарға компаниялардың қалай жұмыс істейтінін түсіндіру арқылы тиісті құралдар беріп, басқаларда болатын қателіктерді жібермей, мақсатқа жету жолында көмектесу. First of all, is a department that Жақсы HR бұл мекеме, бизнестің қажеттіліктерін түсінетін департамент. Өйткені HR бизнестің дамуына сүбелі үлес қосатын қызмет. Осы орайда HR кәсіпте ұзақ мерзімді мақсаттары бар қажетті мамандарды жұмысқа алып отырғанына сенімді болу керек. Бұл бизнестің тұрақты дамуы үшін аса маңызды. Сондықтан HR-дің әрбір компанияда атқарылатын рөлі орасан зор екені сөзсіз. in this respect, I think HR is one of the most important functions in any company, in any business. This is an important service, therefore HR is a service. HR-дің қызметі ерекше, клиенттің қажеттіліктерін түсіну, кез келген маманмен тіл табысу арқылы үдерістерді басқарып, дамып, жұмысты бұдан да жақсы атқаруға қажетті құралдар бере аламыз. Мұның барлығы оң өзгерістерге әкелетінін атап өткен жөн. Give them the tools that they need in order to do the job better than they've previously been doing it. And if you can put all that together and you can make it work, then you've got a huge sort of force for change. Біз бұл үдеріске атсалысуымыз қажет. Сырттан бақылап тұрсақ, өзгерістер бірден айналып өтетін анық. Өзім сөз сөйлегенде атап өткен бір мысал бар. Егер бүгінгі күннің 500 табысты компаниясының тізіміне назар салсақ, сөйтіп оларды 2000 жылғы тізіммен салыстырар болсақ, жартысынан көбі жоқ екенін байқаймыз. Өйткені олар өзгерістердің өздігінен тоқтатуын күтіп, үдеріске қатыспаған еді. Ал өзгерістер еш уақытта тоқтамайды.
What are the ingredients that makes good HR? There are lots of them. I've actually... Жақсы HR маманды қандай сипаттамалар арқылы анықтауға болады? Олар өте көп. Менің ойымша, жақсы HR маманы бола отырып, мыңдаған адамның бизнес-менеджер қызметін атқаруға болады. Мен HR бизнес үшін не жасай алатынын жақсы түсінемін. Бұл ретте, жақсы HR-дің негізі бизнесті түсіну, бүкіл құрылымға не жасау керек екенін анықтау, және дарынды мамандарды дамыту, көшбасшыларды дамыту, немесе қажетті қызметкерлерді табуға көмектесу. Міне, HR атқаратын негізгі жұмыс осы. The right people, whether that's developing future leaders. But that's really what HR is about. Жаһандық деңгейде трансформация аясында ұлттық компаниялардың басшылығы кадр жұмысын ұйымдастырудың тиімді құралдарын қорларды оңтайландыруға мүмкіндік беретін жобаларды белсенді дамыту арқылы іздейді. Шетелдік сарапшылар ел үкіметі мен ірі қазақстандық компаниялардың қызметкерлерді басқару саласын жетілдіру мен дамытудағы жұмысын жоғары бағалады. Мен Қазақстан үкімет атқарып отырған шараларды білемін, құрметтеймін. Бұл ұзақ мерзімді шаралар. Қазақстан үкіметі халықтан, ұлттан не күтетінін жақсы түсінетінін байқадым. Олар ұлттың болашағын қалай елестететінін де білемін. Осы орайда HR аталмыш бастаманы мемлекеттік деңгейде болсын, шағын компаниялар аясында болсын, тиімді жүргізіп отыр. Бұл мені қатты таң қалдырды. And you know, on the entry level with small organizations as well. So that's probably what amazes me the most. First of all, I believe great people. Ең бірінші кезекте мен ол адамдарға сенемін. Мұнда мол әлеуетке ие жас ұрпақ бар. Елдегі дарынды тұлғаларды дамытуға ерекше мән берілетіні анық. Елдің болашақ көшбасшыларын дамытуға көп инвестиция салынуда. Болашақ бағдарламасы, Назарбаев университеті сынды жобалар жетерлік. Самұрық-қазына құрылымында корпоративті университет бар. Дарынды жандарды дамытуды көздейміз. We have corporate university within Samruk-Kazyna. So a lot of focus on developing leaders, developing talents. I think from what I've seen and what I've heard so far at the conference is that Kazakhstan is... Бүгінгі конференцияда естіп білгендерімнен Қазақстанның қарқынды дамып отырғанын түсіндім. Соңғы 5 жыл ішінде көптеген жетістіктерге жеткен. Дегенмен бенчмаркинг үдерісі жергілікті үдерістер мен жергілікті мәдениет әлі де халықаралық стандарттар мен үздік халықаралық тәжірибелерге жету жолында екенін байқадым. Аталмыш процестің аяқталуына біраз уақыт қажет. Бұл ретте Қазақстан жақсы жұмыс атқарып отыр. Алайда бұдан да жақсы жасауға мүмкіндік бар екенін атап өткім келеді. Good job, but still could do a little bit better. For me, it's no contradictory, I would say. You obviously have to start with a best practice because there is so much in the world and in the... Сіздер үздік тәжірибелерден бастап отырғандарыңыз анық. Ондай мысалдар әлемде де, ТМД аумағында да жетерлік. Осы орайда үздік тәжірибені қолдана отырып, қоршаған ортаның талаптарына бейімделе алу маңызды. Мысалы, Қазақстандық HR үшін керемет жол. Білім беруде үздік тәжірибені алып, одан кейін өз мүмкіндіктерін арттырып, жергілікті сұраныстарды қанағаттандыратын HR үдерістер енгізу. And then start growing the internal capabilities and start evolving the HR processes in response to local demand and local specifics. I would move it perhaps less from the more process side of HR. HR үдерістерінің тарапынан мен мәдениеттің өзгеруін байқаймын. Мен соңғы 1,5 жыл бойы Самұрық-қазына мен трансформация бағдарламасы бойынша жұмыс істеу мүмкіндігіне ие болдым. Олар қалыптастырған жол, жаңа менеджмент команда. Қазір басқарып отырған жаңа команда осыдан 1 жыл бұрынғы Лондондағы компанияның топ менеджментімен айтарлықтай ерекшелігі жоқ. Мен қарқынды өзгеріп отырған мәдениетті көрдім. Мысалы, 1 апта бұрын басынан аяғына дейін ағылшын тілінде компания директорларының жиналысын өткіздім. Егер 1 жыл бұрын мұндайды елестету қиын болса, қазір бұл қалыпты жағдай. Қазақстан жаңалықтарға ашық мемлекет. Басқа елдердегі үздік тәжірибелерді ескере отырып, өзіне қажет дүниелерді алады. Мен осында келген уақыттан бергі игі өзгерістерді байқадым. Менің ойымша, Экспо мен кадрды орталықтары, сонымен қатар 2050 стратегиясы арқылы бұл өз жалғасын табады. Things are definitely changing. I think that will continue.
as we move up through Expo and through the Financial Center and the other big programs that are happening as part of 2050 strategy. HR үлгісін жетілдіру холдингтің стратегиялық міндеттеріне сәйкес маңызды бастамалардың бірі. Адам қорын басқару саласында қор компанияларының тобында топ менеджердің көшбасшылық әлеуетін, белсенді оқыту мәдениетін дамыту сынды мәселелер қарастырылған. Сонымен қатар, алдағы уақытта HR-дің негізгі бағыттары бойынша сараптама орталығы мен Самұрық-Қазына холдингіне қызмет көрсету бойынша қызмет көрсету орталығын құру жоспарланып отыр. Сіздермен болған Global Talk бағдарламасы.